Қала шакру рамадан футихат абуабус сама. Рамазан айы кірген бетте жеті қабат аспанның есіктері толығымен ашық дейді. Енді оны ойлаңыз, ол кім үшін ашылған ол? Ол сіз үшін ашылған да. Сіздің үмітіңіз сол жаққа қарай кетсін деп жатыр ғой. Мына жерден басыңды көтер деп жатыр. Қараңыздар. Иссаққалтум алал арди деген аят бар Құранда. Бір нәрсені бұйырсақ дейді. Басыңды төмен қаратып жерге қарап алдың ғой дейді. Алла Тағала қарашы қалай сөйлейді. Жерге салмағыңды салып алдың ғой дейді да. Осы жерде мәңгі жаңағы сен жасайтындай. Соқтан кішкене қарасаш дейді. Қараңыздар. Мақсатыңды кішкене көтерсеш жерден басқа дегендей мәселені айтып отыр. Сонда жеті қабат аспанның есігі ашық сіз үшін. Бұл не деген сөз? Сіздің қай тілегіңіз бар орындалмай жүрген? Сіз сол тілегіңізді қазір көтермесеңіз, осы 30 күн бойы шырылдап тұрып бүйтіп көтермесеңіз, кім істейді оны сіз үшін? Сіздің қаншама дұғаларыңыз бар, өзіңізге байланысты, ата-анаңызға байланысты, бала-шағаңызға, туысқаныңызға, көршіңізге байланысты. Кім оны жалынады, кім сұрайды? Олар сұрамайды оны. Мысалы, олардың көбісі діннен алыс болғаннан кейін, намаздан алыс болғаннан кейін олар уайымдап жүрген жоқ, біз проблемада жүрміз деп. Бірақ сіз білесіз ғой оның проблемада жүргенін да. Ол Алласынан алыста жүр ғой. Сонда кім жылайды олар үшін? Кім сұрайды осы нәрсені? Сондықтан босқа өткізбеңіз. Мына жеті қабат аспанның есіктері ашық. Қазір дұғаларыңызды көтеріңіз. Күніге көтеріңіз да. Қандай нәрсеге дейін көтеруіңізге болады дұғаны қараңыздар. Ар жағында футихат абуабул жанна. Жеті қабат аспанның есігін жаңағы ашып тастады дейді Алла Тағала. Одан кейін жәннаттардың есіктерін ашып тастады. Қараңыз, жәннаттарға қазір жәннатқа дейін сұрайтын ай ғой. Жәннатты қатты сұрап алатын ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде соны айтады. Ма мин муслимин дейді. Ясалуллаха азза ва жалла ал-джанната саласа маррати қат. Бір мұсылман жоқ жердің бетінде дейді. Егер де ол 3 мәрте сұраса дейді, Аллахым маған жәннатты берші. Аллахым маған жәннатты берші. Аллахым маған жәннатты берші деп сұраса шын жүрегінен. Илля қалатил жанна Робби адхилху ияя. Раббым, оны маған кіргізші деп жәннат айтпай қоймайды дейді. Қараңыздар. Жәннаттың есігі ашық тұр ғой. Не үшін ашық тұр ол? Сіз сұрап атқан кезде ол да сөйлейді екен. Өзіңіз ойлаңыз қандай нәрсе болып жатыр да. Сіз Раббым жәннатты берші деген кезде, Раббым кіргізші оны маған дейді екен де. Осы дұғаларды жаңағы күніге сұрау керексіз сіз. Сол үшін келген ай бұл. Аллаға деген махаббатыңызды дәлелдейтін ай. Құранға деген махаббатыңызды дәлелдейтін ай. Мақсат Алла Тағалаға деген махаббатты біз растау керекпіз. Сол махаббат бізде әлсіз өте. Бірақ Алла Тағала шамамыз келетін нәрселерді жүктейді.